Сәлем, күн Хатиша каналына қош келдің. Бүгін біз макияж жасаймыз. Өйткені сен бүгін тойға барасың. Той болғанда да свадьбаға бар. Оған сен свадьбаға әдемі болып баруың керек қой. Үстіңде қызыл ұзын көйлек, лямочка. Аяғыңда каблук десятка каблук, бойың ұзын, белің қылдай. 90-60/90-сын сен. Сол бүгін макияж жасаймыз. Макияж тойға, тойский макияж жасауымыз керек қой. Яркий сен кіріп барған кезде елдің бәрі саған қарау керек. Мынау красотка деп жүр, секси, қандай күшті қыз деп. Сондықтан, макияжды бастайық. Макияж болғанда да мелочиться етіп қайтеміз. Давай андай арабский макияж жасайық. Сол, дұрыс, иә. Таптық. Арабский макияж болады сенде. Көйлегің ұзын қызыл көйлек дедік қой. Бір жағы тұра мына жеріне дейін. Саныңа дейін бір жағында вырез. Вырез дегеніміз жыртық па немене? Сондай вырез. Сол, енді онда біз макияжымызды бастайық. Бірінші мынандай. Бұл дегеніміз сен бетіңді ең бірінші жуып алуымыз керек. Жуып сүртіп алып келдік. Сен жуып келдің, бетіңді. Бұл база. Қазір сен бетін тап-таза. Опа. Көрдің бе? Бірінші осыны жағып алайық. Бетіңе равномерно жақтық. Теперь у нас идет тоналка. Тоналка жағуымыз керек. Мынау сондай өсіп бір плотный крем тоналка. Бұл тоналканы жаққан кезде, ана кажется, қарап тұрсаңыз кішкене темныйлау. Бірақ та бұл темный болмайды. Сіз бетіңіз ақшыл болса, солай ақшыл болып жатады. Если қарақыз болсаңыз, қара болып жатады. Сен ақ қызсың ғой. Так. Сен бетің тап-таза, үсте гладкий сондай, порыларың жабық.
Енді оның сыртынан мынандай пудра жағамыз. Бұл пудра болғанда да мягкий. Көздің айналасына жан жақтарына. Теперь у нас идет индекс көздің астына. Консилер жағуымыз керек. Көздің астына. Такой консилерді көздің астына жағайық. Бетің түзеліп келе жатыр, түрің нормально болып келе жатыр. Енді біз көз бояймыз көзімізді. Біздің макияжымыз ұмытып қалған жоқсыздар, мынандай арабский макияж. Ұмытып қалып жүр ме? Бірінші светлый тонды біз қабақтың астына жағамыз. Қабақтың астына. Так, мына светлый тонды жағамыз. Көзін әдемі болды. Екінші біз темный. Мынандай чуть-чуть потемнее тонды жағамыз. Так, мынандай жағайық. Дұрыс болды. Енді шетіне біз очень светлый тон, очень темный тонды самый край жағуымыз керек. Векиға жағамыз. Так, самый темный тон. Мынаны алып жағамыз. Дұрыс. Енді бізге керегі не жағымыз керек? Стрелка салуымыз керек. Стрелка саламыз. Көздің жанына қарай азырақ алып келеміз. А здесь давай подлиннее сделаем. У нас все-таки бізде бәрібірде арабский макияж ғой. Көзді ұзартамыз. Ортасын бояймыз. Екінші жақты ұзартамыз. Хвостик ұзын. Көздің ортасын
қасымызды бояймыз. Для бровей. Вот такой. Мына жағында щеточкасы бар, қасыңды тараймыз. Басымды қозғалтпайтын отырсаш. Жан-жағыңа нетпей. Так, бровиді бірінші суалайық. Енді волосики жасайық. Бровимыз, чтоб натуральный көрініп тұру үшін волосики жасадық. Енді мына арт жағымен бровимызды тарап алайық. Тарадық. Енді гель жағамыз, чтобы натуральный ворсинки шығып тұру үшін. Бізде мынандай гель. Геліміздің түрі мынандай. Ашқан кезде мынандай. Так, видуалымыз да. Қасынды свободно расслабиться и тут, Саш. А то с макияжем дұрыс болмай қалады. О, міне. Мына жақ кішкене дұрыс болмай қалды. Мына жағыңды. Прям идеально шықтың. Керемет қасым. Так. Тойды байқап жүр, біреу алқаш келіп жүрмесін. Потому что страшно деймін. А то иногда бывает, қатты әдемі қашып сені біреулер зорлап кетіп жүрмесін. Потом зорлап кетсе, потом привыкнешь и каждый раз тойға барам деп тұрсын. Так, қасың болды, стрелкаң болды. Теперь енді кірпігімізді бояймыз. Стрелка. Ой, стрелка деп қой. Кірпігімізді бояймыз. Мындай. Бұл тоже мягко жыты түсі. Так, көзіңді свободно ұста. По бокам созып жасайық. Жандағы боковой кірпіктерді жанына қарай қисайтып бояймыз. Сонда әдемі көрінеді. Арабский макияж. Вообще красавица волне. Так, енді бізге керегі по бокам румяна. Румяна жағымыз керек. Так, мынандай бір косметика. Так, румянаңды жағайық.
носик у тебя. И носигіңе контурин жасадық. Прямо мұрның қырдай болды. Так. Теперь помада тусаға макияж жасаймын деп шаршадым тұрып. Өйткені арабский макияж қиын ғой. Шаршайсың. Ерінге контуринг жасаймыз тоже. Ерінді кішкене сыртына қарай бояймыз, сонда ерінің үлкен болады. Такой сексуальный, секси ерін болып тұрады, күшті, әдемі. Теперь помада. Мынау енді бар ғой. Қызыл. Нет, не очень. Опа. Ерінім деп таза. Сонда күшті болады. Десиш. Молодец. Так. Былай қараса уже нормально болған сияқтысың. Ай-бай. Блески. Блески. Так. Мынандай. Так, алдыңғы
керісінше.